Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі тақырыбымыз косинустар теоремасын өтетін боламыз. Так, бізде үшбұрыш берілген, А, Б, С қабырғалар берілген, және А мен Б-ның арасында бұрыш берілген. Енді біз осы формуланы пайдаланып С қабырғасын табуды қорытып шығаратын боламыз. Так, бірінші мен А мен Б-ның арасында бұрыш альфа деп белгіледім. Және мен А қабырғасына H белгі түсірдім. Мен мына кесіндіні мен X деп алдым. Демек, мына кесінді не болады? Менде A минус X болады. Енді Пифагор теоремасын пайдаланатын болсақ, H квадрат тауып алсақ бізде B квадрат минус X квадрат. Екінші үшбұрыштан пайдаланатын болсақ, Пифагор теоремасын H квадрат түрлендіріп алсақ, H квадрат тең болады S квадрат минус A минус X-тің квадраты. Енді мен жайда екі H квадратта тең болғандықтан екі өрнекті біз бір-біріне теңестіре аламыз. B квадрат минус X квадрат тең болады S квадрат минус A минус X-тің квадраты. Жақсы ашатын болсақ, B квадрат минус X квадрат тең болады S квадрат минус A квадрат минус 2AX, жақсы алдыңғы плюс 2AX минус X квадрат болады. X квадраты қысарып кетеді. Енді мен X-тің орнына B косинус альфаны қоя саламын. B квадрат тең болады S квадрат минус A квадрат плюс 2A B косинус альфа. Енді S квадраты теңдікті сол жағына өткізсем, минус S квадрат болады, минус A квадрат, B квадратты оң жаққа өткізсем, минус B квадрат болады, плюс 2AB косинус альфа. Екі жағында мен минус 1-ге көбейтіп жіберемін. S квадрат тең болады A квадрат плюс B квадрат минус 2AB косинус альфа. Формуламыз қорытылып шығарылды. Келесі сабақта біз синустар теоремасын қорытып шығаратын боламыз. Сау саламатта болыңдар.